Негізі мұғалімдер болсын, депутаттар болсын, білмеймін, жай қарапайым басқа да мамандықтардың иелері болсын. Егер олар блогтерін жүргізсе, тиктокта немесе инстаграмда видео түсірсе, мен оған қарсы емеспін. Оны ашық айту керек. Бірақ ол жұмыспен айналысқанда балалардың, мысалы егер мұғалім болатын болса, ол әр тәрбие сағатын рилсқа шығаратын болса, мен бұл мәселені қолдамаймын. Өйткені балалардың құқығы бар. Мысалы сіздің балаңыз болса, ол баланың өзінің жаңағы суретіне оның өзінің жеке құқығы бар. Неге мысалы сіздің балаңызды рилсқа түсіріп, фейсбукқа әлде тиктокқа шығару керек? Одан кім сұрады? Сондықтан егер осындай жұмыспен айналысатын болса, біріншіден ол баланың ата-аналарының рұқсаты болу керек. Екіншіден ол үлкен қауіп бар. Өйткені қазір жасанды интеллект заманда ол бейнесін түрлі жағдайда пайдалануға болады. Және үшіншіден бұл жалпы оқу процесіне зиян келтірмеу керек. Өйткені мұғалімдердің барлығы жаңағындай талап етіп, тиісті бір ұйымдар, Горано, Районолар талап етіп, оны түсіріп жатса, олар қалай монтаж жасайды? Өзімнің тиктогымды, инстаграмды өзім жүргіземін, басқа маман жоқ. Бірақ менде өте көп уақыт кетеді. Оны қиюым керек арнайы бағдарламаға, оны монтаж жасап, звугын салуым керек, оны жариялауым керек. Мұғалім төлене ме ол қосымша? Сондықтан мұғалімдерден осы жұмысты талап ету ол дұрыс емес. Сонда бірақ негізінен бұл жерде егер түсірем деп өзінің ынтасы болса, жоқ мен түсіргім келіп тұр десе, түсірсін. Бірақ бұл жерде баланың құқығы, б ата-аналардан рұқсат сұрау, үшіншіден өзіне қосымша жүктеме болмау, жалпы этикалық бүкіл стандарттарды орындау болды.